бүгін бізге қаншама аналарымыз Қазақстан түкпір-түкпірінен және ер азаматтарымыз Қазақстан тіпті көрші мемлекеттер менің бұл әрекетімді қазақ тілі үшін жасаған қолдап жатыр. Әдемі сөз бізде өткен жоқ. Мен осы жанайқайым ашумен ащы сөз ащы болды. Енді шындық әрине ащы болады. Содан кейін мен оны айту себебім не қараш, әлде бір аналарым жылап отыр. Ана жанұя бұзатын әйелдер өте көп екен. Мысалы, жаңадан өзі үлкен апайлар кетіп кетті. Күйеулердің енді рахатын көреміз, екеуміз бірге қиындық көрдік дегенде көп әйелдер осылай күйеулерін алып кетіп жатыр. Сол деген қаншалықты дұрыс, заманға тәртіп керек қой. Менің айтқан әрбір сөзім сол осы халықтың жанайқайы. Жақсы ма? Міне дұрыс айтасыз Бақдыгүл ханым. Бәрі енді жастар ойлайды, что дұрыс істеп жатыр деп енді сол интернет желісіндегі әйел адамдардың бұзылуы, мінекей мына сахнада неше түрлі психологиялық кештерді өткізіп, өздерінің өмір жолдарында енді сондай нәрсеге ие азаматшаларымыздың ел алдында жүріп тәртіптерін дұрыс болмауының әсері ғой ортаны бұзуға. Қазірдегі мына апаларымыз, аналарымыз да жылап келіп отыр. Мына қызғаныштан да кейбір кісі тіпті әйелін өлтіріп жатыр ғой. Енді ол баяғыда, бірақ оны ондай мысалы әйелдер ондай жаман бейәдеп жасаған кезде бізде қазақта оны аттың құйрығына байлап неше түрлісін жасаған ғой, енді жазасы өзінің болған ғой. Сізде қандай жағдай? Сол ашумен енді осындай жағдайға барып, енді міне қалталы кісілер енді істемегенді істеп жатыр. Жас балаларды, жігіттерімізді, балаларымызды. Түрмеге тапқан балаңызды? Иә. Істеген сонда әйелін. Жүрші халықтың жанайқайы сізмен көтерген мәселені қолдап атқан кісілер өте көп екен. Апайына жылап отыр мысалы. Міне Алла тағала енді бізге осы жастарды осылай бұзғанға енді дұрыс түсінбей, кейбір жас қыздар дұрыс түсінбейді ғой, енді сол өздерінше свободаны. Сондықтан не мынандай жағдайларға жеткізіп жатыр. Тәрбие басқадай болу керек. Бұрынғы қазақ өз ата-бабамыздың тәрбиесі болу керек. Маған сол рахмет айтып келіп жатыр. Балалар түрмеге түскен, үйде әйелдер еркісіге бағынбай кеткен, мынандай жаңағыдай кештерге еліктейді қызылды жазу. Сонымен бірге кешегі Динара Сәтжанның Ақтөбеде өткізген кеші әлі заңсыз болып танылмайды екен. Неге? Шілдеде қабылдануы мүмкін дейді ол заң, әлі белгісіз. Мына мәжіліс депутаттар онда қабылдаңыздар сол заңды. Сіздер мынау масқара ғой, бұл енді қазақ тілінің мәртебесін екі тіл қатар деп тұрсыздар. Енді мына әйелдің кешегі бренд деп барғанда айтар дымы жоқ. Халықтың ақшасын қалтасына басып алып жатыр. Налогын төлесе болды, ипысы болса болды, дымды істей алмаймыз деп қарап тұр. Не масқара сонда ол қазір басқа нәрселер өткізу мүмкін олар апарып. Орыс тілін деген мықтап насихаттап, халықтың жауы сияқты осылар. Ең болмаса қазақша айтып алса да арманымыз жоқ, ақшамыз сыпырып алсын деп басымызға кигізіп кетсін не нәрсесінде. Бұған масқара ғой, неге қабылдамайсың ондай заңды онда? Отырып атында депутаттар елге жандарын ашпай ма? Мынандай психолог ақыл айтатындар тоқтатамыз деген заң әлі шықпаған екен ғой. Неге шығармайсыздар ол заңды? Неменеге айнып таянып отырсың, заңды шығарғасын, дұрысынан шығармайсың? Қазақ елі мен жаңа көмек сұрадым. Заңгерден қоңырау соқтым. Ондағы мақсат ол кісілермен қандай көмек сұрадым. Қазақ тілінің ертең мен Ақтөбеге барып ойлаған, ана өткенде өткізген кеште мына қызын не берем ба деп арыз. Негізі айқай қазақ тілінен болды. Өзім шыны, мен өзім заң алдында жауап беремін, ойымда ба, оның біреуді боқтаған үшін сотталмайтын шығармын. Пожалуйста, төлеріңіз, құсыныз Құдай жеткізсін. Ана келіншекті айтамын жаңағы. Оказывается, қазақ тілі енді ешқандай біз заңда қатар деп айтқан орыс тілі мен қазақ тілі қатар жүреді. Кім орысша сөйлегісі келсе бар орысша сөйлей берсін, қазақша. Мына екі мықты адамдар енді бүкіл халықты жинап алады да, олар орысша насихаттап жатыр. Бүкіл жер. Содан кейін орыс тілі уже күшейеді ғой. Қазақ тілі бір бұрышта кедей-кепшіктің қасында. Қазақ елі сонымен бірге мына кешегі Динара Сәтжанның Ақтөбеде өткізген кеші
әлі заңсыз болып табылмайды екен. Неге? Шілдеде қабылдануы мүмкін дейді ол заң, әлі белгісіз. Мына мәжіліс депутаттары онда қабылдаңыздар сол заңды. Сіздер мынау масқара ғой, бұл енді қазақ тілінің мәртебесін екі тіл қатар деп тұрсыздар. Енді мына әйелдің кешегі бренд деп барғанда айтар дымы жоқ. Халықтың ақшасын қалтасына басып алып жатыр. Налогын төлесе болды, ИП-сы болса болды, дымда істей алмаймыз деп қарап тұр. Не масқара сонда ол қазір басқа нәрселер өткізу мүмкін олар апарып. Орыс тілін деген нықтылап насихаттап жүрген халықтың жауы сияқты осылар. Ең болмаса қазақша айтып алса да арманымыз жоқ, ақшамыз сыпырмасын деп басымызға кигізіп кетсін не нәрсесінде. Мына масқара ғой, неге қабылдамайсың ондай заңды онда? Отырып алып депутаттар елге жандарын ашпай ма? Мынандай психолог ақыл айтатындар тоқтатамыз деген заң әлі шықпаған екен ғой. Неге шығармайсыздар ол заңды? Неменеге айнып таянып отырсың заңды шығар. Здравствуйте! Мы рады вас видеть. Такая красивая вы. Красавица. Нет, вы тоже красотка. Передайте привет Тарасу. Привет Тарасу.